Сәлеметсіздер ме? 11-ші лекция сөздіктер. Сөздіктерді қалай жасау керек және оларға қолданатын әдістермен танысасыздар. Тексті оқитын курсты әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 5 сөздіктер және деректерді құрылымдау. Саламатсыздар ма? 11-ші видео лекция сөздік. Сөздік бұл көптеген мәндер жиынтығы, бірақ сөздіктерде индекстер ретінде бүтін сандар ғана емес, басқа да деректер типтері болуы мүмкін. Сөздікте индекстер деп кілт айтамыз, кілттен кейін мәні тұрады, сондықтан кілт мәні құрастырылған. Кодта сөздіктер бюро жақшамен қосылады, фигуралық жақша. Мысалы, D тең фигуралық жақша ашылды және де сөздіктің элементтері жазылады. Name кілті қос нүкте әсел мәні. H кілті қос нүкте 24 мәні. Адрес кілті аль-фараби мәні. Бізде кілті және мәні ретінде кез келген элементтер бола алады. Фигуралық жақшаны жаптық, біздің сөздік құрастырылды. D тең D десек кілтті таптық. Type D дикт қайтарды, себебі дикт ол бізде сөздік екенін білдіреді. Dictionary. Кілті арқылы мәндеріне қол жеткізе аламыз. D name десек әселге, H десек 24-ке, адрес десек аль-фарабиға жеткіземіз. Аламыз. Сөздіктерде қолданылатын әдістер. Сөздіктермен жұмыс жасау үшін үш әдіс бар, олар case, values, items. Оларды циклмен қолдануға болады. For, v, in, d, values. Values ол мәніне қол жеткізуге көмектеседі. Print мәні қос нүкте плюс қосылған strk. Осылайша біз сөздіктің мәніне қол жеткіздік. Мәні бізде ол әсел, 24 және аль-фараби. Циклда for спам сөздігінің бүкіл мәндерін қайтарылады. For, k, in, d, case. Case кілтіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Print кілті қос нүкте қосылған strk. For, v, k, in, d, items. Items деген ол бізге кілтіне және мәніне қол жеткізуге көмектеседі. Print мәні str v қосылған кілті strk. Осылайша біз items әдісі арқылы сөздіктің кілтіне және мәніне қол жеткіздік. Case, values, items әдістерін пайдаланып for циклі арқылы кілт мәнін алуға болады. Items әдісі арқылы алынған жауап карточка түрінде болады. In және not in. In және not in командалар арқылы сөздікте кілт немесе мәні бар жоғы тексеруге болады. Жауабы бөліктік типте болады, true немесе false. Мысалы, әсел in d. Әсел деген бізде ол сөздіктің мәнінде бар, сондықтан d. values деп жазамыз. Егер мәнін тексергіміз келсе, мәнінде осындай мән бар ма екен? True, себебі ондай мән бар. Ал енді кілтін тексергіміз келсе, h in d. case. True деген жауап қайтарады, себебі h деген бар бізде. 26 not in d. values. True болады, себебі ондай мән жоқ. Get әдісі. Сөздікте кілт бар ма жоғын тексеру жалықтырады, сол үшін Python'да get әдісі бар. Ол екі аргумент қабылдайды, біріншісі кілті және мәні. Get әдісін қолданған кезде ол бізде сөздікте өзгертілмейді. Ол егер мысалы кілті сөздікте жоқ болса, ол мәнін қайтарады, ал егер бар болса, ол сол мәнін қайтарады. Print d.get және де оның бірінші мәні ол аргументі ол кілтін жазамыз. 1 деген кілт жоқ, сондықтан бізге Алматы деген екінші мән, Алматыны береміз, сол Алматыны қайтарады.
Ал енді сөздікті қарайтын болсақ, бізде сөздік өзгерген жоқ. Егер біз print d.get name Айгүлді беретін болсақ, Әселді қайтарды, себебі name деген кілт бар, оның мәні Әсел. Ал енді d.setDefault-қа name бірінші аргумент ретінде name, екінші аргумент ретінде Айгүлді берсек, онда да Әселді қайтарды. Себебі name деген кілт бар, және де оның Әсел деген атын мәнін қайтарды. Ал егер бізде енгізген кілтіміз жоқ болатын болса, мысалға қала, онда кілт жоқ, сондықтан Алматы деген қайтарды. Сөздікті қарайтын болсақ, бізге сөздікке қала деген кілт пен Алматы деген мәндегі элементтерді қосты. Get пен setDefault-тың айырмашылығы, жоқ элементті get енгізбейді сөздікке, ал setDefault болса элементті енгізеді сөздікке. Мысалы, есептерді қарастырайық. Сөздіктегі барлық элементтердің кілттерін экранға шығару қажет. Жаңа файлды ашайық. D тең сөздіктің элементтерін енгізейік. Apple кілті, апорт мәні болады. Өтір. KZ кілті, Астана мәні болады. Өтір. Name кілті, Марат мәні болады. Осындай бізде сөздік бар. For, K, in, D. Біздегі сөздіктің элементтер бойынша жүреді. Print, K, өтір, DK. Алдында бізде бірінші кілті шығады, одан кейін мәні шығатын болады. K деген бізде кілті бойынша жүреді, ал DK ол біздегі элементтерді аламыз. Осылайша. Apple, Алпорт, KZ, Астана, Name, Марат. Жолда неше рет бірдей кездесетін әріптерді анықтау қажет. Жаңа файлды ашайық. Message деген сөз бар. Және де оған біз жолды енгізейік. Кез келген бір жолды. Бүгін, күн, суық. Болды. Себебі тауға қар түсті. Осындай жол берілген, бізде сөздік арқылы осы жолдардағы әріптердің неше рет кездесетінін анықтауға қажетпіз. Бос сөздікті құрастырайық. Count тең фигуралы жақшаны ашып, жабу ол бізге бос сөздікті білдіреді. For, K, in, message. Message жолдағы цикліміз жолдағы әрбір әріптер бойынша жүретін болады. Count-қа біз setDefault әдісін қолданамыз. Және де оған аргумент ретінде K-ны береміз, бірінші кілтін. Өтір 0. Егер ондай элемент бар болса, онда 0 болады. Егер ол тағы да кездесетін болса, оған бір қосылып, бір сан қосылады. Count K тең Count K қосылған 1. Осылайша бір санға артқызамыз кездескен элементтерді. Print count. Файлды сақтайық. Осылайша біз жолымыздағы элементтердің неше рет кездесетінін анықтадық. Capitals деген сөздік бар, онда индекс елдің аты болып табылады, және кілті осы елдің астанасының атауы болып табылады. Бұл ел атымен арқылы астананы анықтау қажет. Capitals деген сөздік жасаймыз. Бос сөздік болады ол. Dict. Capitals. Элементтерін енгіземіз. Россия. Тең Москва, Москва. Осылайша біз сөздікке элементтерді енгізіп отырық. Россия деген кілті болады, Москва деген мәні болады. Capitals, Қазақстан. Астана. Capitals, USA, Вашингтон. Келесі элемент ретінде Capitals, Украина, Киев. Осындай бізде сөздігімізде 4
элемент бар делік. For country in capitals. Қос нүкте. If country in capitals. Егер элементің сөздікте бар болса, print елдің астанасы қосылған country қосылған capitals country астанасын шығарамыз. Else print база данлықта онда елдің аты жоқ. Плюс country. Файл сақтайық. Елдің астанасы Россиянка Москва, Қазақстандық Астана, Американка Вашингтон, Украинаның Киев. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.